9-шы кодқа келетін болсақ, кейбір жерлерін дұрыс түсіндірмеуімде мүмкін, апа енді 15 есеп болған соң сәл есімнен де былай шығып келіп жатыр. Бірақ барынша түсіндіруге, қысқа нұсқа түсіндіруге тырысам. Так, бұл жерде 9-шы кодқа келетін болсақ, 9-шы кодта біз уақыт, сағат, минут және сақтау және екі уақыт мәнін қосу немесе азайту операторын қайта анықтадым. Мысалы, минутта 60-тан асқанға сағатқа қосу логикасы бар. Мысалы, минут 60-тан асып кететін болса, онда 1 сағат болып есептелінеді, ары қарай минут есептелінетіндей код жазып шықтым. Так, жауабын көрейік. 4 сағат 15 минут деп тұр. Жерде берілгені бар. Жауап дұрыс. Так, 10-шы кодқа келдік. Так. процент. Жетеді екен. Так. 10-шы код. 10-шы кодта біз бұл жерде қарайтын болсақ, ақша мәндерін салыстыру үшін тең немесе тең емес мәндері, тең немесе тең леп белгісі деген мәндер арқылы біз операторларды қайта анықтадым. Сонымен қатар equals және get hash код әдістерде жазылды. Сол әдістерді қолданып бұл код жазылып шықты. Яғни ақша есептеу коды болып табылады. Так. Екеуі бір-біріне тең болса true шығарып тұр. Егер тең емес болса true шығарып тұр. Так, 11-шы кодқа келдік. Қазір ашылсын енді. Так, 11-шы код. Так, тұрым көрінді ме? Так, 11-ші кодта біз қарайтын болсақ, 11-ші кодта біз кітап класын жаздым. Кітап класын жаздым. 3 түрлі конструктор жасалды. Біреуі тек атауы үшін, екіншісі атауы мен авторы үшін, ал 3-ші код ол барлық мәліметтердің атауына да, авторына да, бағасына да берілетін мәліметтер жасалып шығарылды. Так. Жауабын өтетін болсақ, қан мен тер авторы және бағасын көрсетіп тұр. Абай жолы кітабының авторы, бағасы, мысалы, осы біз енгізген мәндер бойынша бізге жауабы дұрыс шығып тұр. Так, 12-ші жұмысқа келетін болсақ, так, бітуге де жақындап қалдық. 12-ші жұмыс. Так, 12-ші жұмыс бізде point
point ks дейді. Point бұл нүкте класын жаздым бұл кодта. Конструкторлары әртүрлі, бірі бос, бірі тек x, біреуі тек y, біреуі тек x пен y екенбіз де, тек x, y үшін жасалған код. Осылайша әртүрлі жағдайда объект құруға мүмкіндік беретін код жазып шығардым. Так. Мысалы, мына нүктеге объект бергенбіз 0, 0, 5, 0, 3, 4, осылай мәндер берілген. Так, енді 13-ші кодқа келетін болсақ, көзім сәл талып тұр ау деймін, сығып қалған болса абай. Так, кешке орындап жатырмын. Так, 13-ші жұмысқа келдік біз. Так, 10-ші жұмыс ашылсын. Так, 13-ші жұмыста біз студент конструктор деп бір. Так, бұл жерде біз бірінші есебімізге ұқсайды екен. Студент атын, жасын, GPA-сін бұл жерде де толтырады екенбіз. Студент класын әртүрлі мәліметтермен құрамыз және бірнеше конструкторларға жазу керек. Жазылған дайын код, яғни тек аты мен жасы және GPA-сін енгіземіз. Бұл конструкторларды перегрузка деп аталады бұл жазу түрі. Так, кодты кодты тексеретін болсақ, видеодан кейін зарядым тез отырып отырмын. Так, міне жасы GPA-сі жасы шығып тұр. Осылайынан жауабы шығып тұр. Так, жабамыз. Енді так, біз екі кодымыз қалды, 14 және 15. 14-ті ашып жатырмын. Сәл енді ашылу уақыты алып жатыр. Онлайн компилятор болғанда мүмкін сәл тезірек болатын бет. Так, міне 14-ші код. Так, бренд деп тұр. Біз 14-ші кодта ноутбук туралы ақпаратты сақтау үшін лаптоп класын құрдық. Бұл конструкторлардың маркасы, RAM, оперативкасы, сол туралы мәліметтерді, процессор сияқты мәліметтер жазып, толтыратын код жазып шықтық. Қазір нәтижесін тексеретін боламыз. Кодтың міне марка CPU, RAM 0 ГБ, Dell, оперативный память 8 ГБ, Lenovo маркасы, оперативкасы 18, Intel i7 процессоры. Жері осылай мәліметтер толтырылған. Так, соңғы кодымызға келетін болсақ, 15-ші кодымызға. Так, 15-ші код. Соңғы код математикаға қатысы, шеңберге қатысы бар еді. Көрейік. Так, түріміз көріп тұрмеген. 15-ші код. Так, 15-ші кодта біз так, string color get radius, мысалы шеңбер, мысалы бұл жерде шеңбер класын жаздық. Бірінші конструктормен радиуссыз
әдепкі мән, екінші тек радиуспен. Так, үшіншісі. Так, үшіншісінде біз радиуспен түсінім объект құруға мүмкіндік берді. Так, үшіншісінде біз объект беріппіз, екіншісінде радиус беріп, осылайынша код жазылып шығарылған. Так, жауабын тексеретін болсақ, міне радиусы қара, цветі түсі, түс қазақша шықпай қапты. Радиус 3, 5, 4, 2, көк мына жерде. Так, лаборатория жұмысты осылайша аяқтаймыз. Түсінікті қысқа етіп түсіндіруге тырыстым. Енді осымен аяқтаймыз. Сау болыңыз абай.